Адамнан ар кеткенше, жан кеткен жақсы. Өйткені сенің көптеген жақсылықтарың адамдардың есінде қалмауы мүмкін. Бірақ кішігірім қателіктерің ешқашан ұмытылмайды. Құрметті менің тыңдармандарым, экранда көрсетілген менің Instagram парақшама жазылып қойыңыздар. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін неше түрлі десерттер, кез келген мерекелік торттарды әдемі оформлениемен дайындаймын. Алдын ала рахмет. Қабырға артындағы 1000 дұшпаннан жаныңда жүрген бір дұшпан қауіпті. Жабайы аңдардан қорқудың қажеті жоқ. Жаман достан қорқыңыз. Өйткені жабайы аң тәніңді жарласа, жаман дос жаныңды жаралайды. Неғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасың. Адамдардың барлығы айналасындағыларды өзгерткісі келеді. Бірақ өзін өзгертуді ойламайды да. Өзің жақтырмайтын нәрсені өзгеге де тең көрме. Кедейлік дегеніміз мүмкіндіктің азайғаны емес, қомағайлықтың артқаны. Аз жесең, көп өмір сүресің. Өзіне өзі ор қазған адамға ешкім де, ештеңе де көмектесе алмайды. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу қажет емес. Бірақ ұлы адам болғыңыз келсе, бастау сіздің ең үлкен парызыңыз. Менің рұқсатымсыз мені ешкім ренжіте алмайды. Ашулы кезінде тіліне ие болған адам нағыз ұлы адам. Жаман мінез құлқы бар адамнан аулақ жүріңіз. Өйткені сынықтан басқаның бәрі жұғады. Егер сіз биікке шыққыңыз келсе, тек өз аяғыңызбен шығыңыз. Өзіңізге сенім артыңыз. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз ешқашан өшпейді. Сұлулық әйелдің бақыты. Қадірін білмесе, соры. Кек алғың келсе, 2 қабыр қаз. Бұқа мүйізінен, адам тілінен байланар. Адамды бақытынан айыратын 3 нәрсе. Өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күннің қадіріне жетпеу. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақыл берер. Егер бай болғың келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйрен. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Тұзаққа түскен бұлбұлдан еркін жүрген торғай артық. Адам баласы шындығының ашылып қалуынан өлердей қорқып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ. Адамдар сіздің кісілігіңізге сенсін дейсіз бе? Ендеше оларды айтып мақтанбаңыз. Адам өзі неғұрлым ізгі болса, ол соғұрлым басқалардан да соны байқайды.
Кешегі күнмен емес, ертеңгі күнмен емес, бүгінгі күнмен өмір сүр. Адамды ақылға жетелейтін 3 жол бар. Біріншісі тәжірибе жолы. Ол ащы жол. Екіншісі еліктеу жолы. Ол ең жеңілі. Ал үшіншісі ойлау жолы. Ол ең таза жол. Өз эмоцияларыңды басқаруды үйрен. Әйтпесе ол сені басқара бастайды. Берсең, аларсың. Ексең, орарсың. Қолы ашықтың жолы ашық. Жұмадан үміт күтсең, бейсенбіден әрекетке көш. Сен өзгеге күлме. Саған да күлетіндер табылады. Бір келін алдым, отырдым. 2 келін алдым, тік тұрдым. 3 келін алдым, жүгірдім. Үй таңдама, қоныс таңда. Қонағың келсе есіктен, ризығың кірер тесіктен. Еңбек адамды 3 зұлымдықтан арашалайды. Зерігуден, жамандық жасаудан және мұқтаждықтан. Жеке пікірі бар адам ғана бір нәрсеге тұрарлық адам болады. Тумай жатып, толдым деме. Толмай жатып, болдым деме. Ар жазасы бар жазадан ауыр.